Қазақтың бір мақалы, өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады? Қайтсе тату болады. Білмейді. Қазақ ойлайды. Бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ. Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, ез атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөзі қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақ бас. Әзір тамақ, әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас. Артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме. Онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік. Қазақтың осынау бір мақалынан бастап, табиғатын дәл суреттеген Абай Құнанбайұлы 6-шы қара сөзін кең мағынада ашып көрсеткен. Танымдық тереңдігі бар екі ұғымды талдай отыра, халқымыздың санасындағы бірлік пен тірлікті кешегі күн айтса да, бүгінгінің ахуалын ашып көрсеткен. Әуелгі басында бірліктің түрлерін сипаттаған Абай жамағатқа қажетті формасында нық белгілейді. Елдің тұтастығын дәріптеп, материалдық құндылықтың уақытша екендігін баяндайды. Адал еңбекпен қол жеткен байлықтың мағыналы боларын, кедейшіліктің де жалқауларға тән екендігін дана Абай көрсеткендей. Онда бай болып не керек? Бәрі бір болатын болса, бәрі ортақ болса.
кедей болып не керек? Онда байың да жоқ, кедейің де жоқ. Себебі бай болу неліктен? Адам бай болған, дұрыс еңбекпен бай болу адамды ұмтылдырады, адамды танытады, істің көзін таптырады, көзін аштырады, ұмтылдырады. Ал енді кедей, егер осы жаңағыдай бірлікпен түсінетін болса, ас ортақ болса, басқасы ортақ болса, орта жерде жүрсе, ол кедей ұмтылмайды. Байын деп ұмтылмайды. Баюға ұмтылу деген дұрыс мағынасында ол өзіңді өзің қамтамасыз ету, семьяңды қамтамасыз ету, біреуге қол жайып қайыршылық жасамау. Міне абай осыны алады да бұндай бірліктің қажеті жоқ дейді. Бірліктің материалдық баяндылыққа сатылмайтындығын, ауыстырылмайтындығын көрсеткен абай ақылға бірлік керектігін айтады. Кеңінен толғап, малға бірліктің бір күні жарға жығарын, бірлік атына сай болмай, елдерді араздастырарын дөп білген. Бүгінгі күннің өлшемі де қалтасын толтыруға кіріскендер арасында алаяқтардың көбейгендігімен ерек. Әсіресе елді ақылмен біріктіру міндеті жүктелген тұлғалардың да абайдың заманынан аса алмай отырған рас. Сонымен ақылға бірлік дегеніміз не? Ал ақылға бірлік бәрібірде ойласын, бәрібірде ақылман болсын деген түсінік емес. Мысалға, социализм тұсында біздің барлығымызда бір идеология, бір ой, бір мақсат болды. Ал қандай біз ұшпаққа шықтық? Мен өзім социализмді сынаушылардың қатарында емеспін. Бірақ қай қоғамның да кінәраты болды, қай қоғамның да жетістігі болды. Олай болатын болса, енді қазір біздің бірлігіміз не болу керек? Ертеде мысалға биі бар, байы бар зиялылар отырып бір шешімге келді. Сол шешім халық үшін шешім болды. Мысалға, демократиялық емес елдерде ақылға жол жоқ, ақылды адамдарға жол жоқ, керісінше тосқауыл көп. Абай айтады, ақылды адамдарға, ақылман адамдарға, хакімдерге барлық уақытта қазақ қоғамында жөн соныкі, жол соныкі, сөз соныкі, ақыл айту соныкі деп отырған дейді. Ал бізде енді қазір сондай бар ма? Біз қоғам құрдық, демократиялық қоғам боламыз деп жатырмыз, азаматтық қоғам болам деп жатырмыз. Ендеше біздің осы ұмтылысымызда да жаңағы айтқан ақыл бірлігі керек. Әрине, бүгінде рубасылары жиналып ақыл айтатын заман емес. Елдің таңдаған стратегиялық бағыты бар. Қазақстан 2030 бағдарламасының да орындалу жолында межелі белестер анықталып жатыр. 6-шы сөздегі бірліктен кейінгі талданатыны тірлік. Тағы да халқымыздың ырысалды тірлік сөзін алға шығарған Құнанбайұлы тірліктің де формаларын көлденең тартады. Адами адал міндеттермен сабақтайды. Абай тірлікті үлкен дүние танымдық категория деңгейіне көтереді. Жасыратын жоқ, мысалға, тірлік бүкіл тіршілік иесінің бәрінде бар тірлік. Бірақ адамның тірлігі саналы тірлік. Адамның тірлігі саналы тірлік. Сондықтан біз барлығымыз жалпы тірлікте болғанымызды қалаймыз. Қазақта айтады ғой, жұмақты біз қанша мақтасақ та, 1000 күнгі жұмақтан бір күнгі тірлік артық дейді. Бірақ абайдың түсіндіруіндегі тірлік, ол жағы тек қана тірі жүру емес. Абайдың түсінігіндегі тірлік көкірегі, көңілі тірі болу керек. Көкірегі, көңілі тірі болмаса, ол тек бір жүрген тірі жан, тірі адам. Бұл болып қалады. Сондықтан көкірегі, көңілі тірі адамды абай нағыз тірі адам дейді. 1000 күнгі жұмақтан бір күнгі тірлік артық дейтін қазаққа керегі қай тірлік? Адам қай кезде тірі? Адамның көкірегі, көңілі қай уақытта тірі болады? Оқыған болса, тоқыған болса, өнерлі болса, ғылымды болса, бір сөзбен айтқанда тағылымды, танымды болса. Міне осыны абай кейінгі ұрпағына да мирасқа қалдырады, ал өзінің тұстастарына осыны айтады. Көкірегі, көңілі тірі адамды қастерлейтін абай, тірі адами қылықтан жұрдай болып, пендешілікке бой алдырып, адам қатарын толықтырып жүргендерді нысанаға алатындығы рас. Бізде көп адамдар бар қазір, тірлік жасап жүр. Ол тірліктері қандай? Сіз айтсаңыз болды, айтсаңыз орындалады ғой.
ол ой елегінен өткізбейді. Құп алдым, айтсаңыз болды, айтқаныңыз жасап қойдым. Абай айтады, ондай тірліктің өзде жас ұрпаққа жақсы мағыналы тірлік болмайды, жақсы үлгі көрсетпейді. Негізгі тірлік бұл нәтижелі тірлік, нәтижелі бірлік. Сөйтіп Абай өзінің ұрпағына нәтижелі ақылды бірлік пен нәтижелі ақылды тірлікті ұсынады. Егер осы екеуі диалектикалық тұтастықта болған елдің болашағы да болады. Бүгінгі күннің талабымен де Абай заманындағы бірлік пен тірліктің мағынасы жойылған емес. Әсіресе бабаларымыздың бері қарайғы уақытта қазаққа арман болып отырған бірліктің, одан зорғы тірліктің мағынасын әлі де ашып түсіне алмай жүргенімізді жоққа шығармайық. Уақыттың 322 санында Россияның ең атақты ақындарының бірі Лермонтовты әпендінің аударуымен «Жалғыздықта» деген өлеңі жарияланған еді. Осы өлеңді көрген соң, оқушыларымыздың құрметті Ибрахим Құнанбаевтың Лермонтовқа іңкәр болып, орыс әдебиетінің гүл шоқтары өз тілінде сайратқаны екінші бір жағынан адамның ойына оралады. Бұл адам Семипалат облысы, қазақ нәсілі Тобықтыдан еді. Өскенбайдан тараған Құнанбайұлы Ибрахим мырза. Ибрахим мырза ұлы ақын аталып, бұдан 4 жыл бұрын дүниеден қайтты. 59 жаста еді. Ғылымсыз, қара халық арасында Сахара қазақтар ішінде жалғыз жұлдыздай болып жанып шығып, тілі, оқушыларын оятатын өлеңдері оны бүкіл атырапқа мәшһүр етті. Шығармалары қазақша жазылды. Мейлінше мол еңбектенумен орыс тілін үйреніп, орыс әдебиетіне еркін жетіліп достасып алды. Өлеңдері естігеннің жүрегін жігерлендірерліктей табиғи болып, шығармаларының асыл негізі Лермонтовқа үндес. Мәжілісінде болған кісілердің айтуынша, тілі ләззәтті, араб, парсы, түрік, қалмақ тілдерінен хабардар, тарих, география пәндерінен мағлұматы кең болып, танымы ауқымды еді. Адамшылық ой-қиялы өте таза, ұлт жанды, елін жерін сүйген кісі еді. Марқұмның өлеңдері көп болса да, басылғандары жоққа тән еді. Обалы шығармаларын біліп жарыққа шығармауға қайрат етпеген кісілердің басында тұр. Марқұмның сөздерінің бірі қуатты оттай бұрқырап уәзінге салып тізілген, жаңбырлы жайдай сырқырап көк бұлттан үзілген. Қайран тіл, қайран сөз, наданға қадірсіз. Тәуекел мен батыр ой, өткір тілді найза етіп, сайысып-ақ бақты ғой, неше түрлі айла етіп. Оянбай қайран жұрт, ұялмай қал жым-жырт. Ақылмен ойлап айтқан сөз бойыңа жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз бар тамырды қуалар. Ән салар, жатқалар, түбінде құрғалар. Міржақып Дулатұлы. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузына түсті мұртын, жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енді екі ұртын. Бет бергенде шырайын сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сарша сыртын, ұқпайсың өз сөзінен, басқа сөзді, аузымен орақ орған, үнкей қырқым. Бұл өлеңді қашан үйреніп алып жүрсің? Кімнен үйреніп алып жүрсің? Осы байқауға қатыстым, жаңа осы 5 мамырда соғанға жаттадым, 3-ші орын алдым. Сол келесі байқауда 1-ші орын алам деп ойлаймын. Болашақ дәрігер Надежда Светова Мәншік Мәметов атындағы Ақтөбе медицина колледжінің оқушысы. Батыр қыздың аты оқу мекемесіне берілгелі бері музей жасақталып, зұлмат соғыстың азғантай жәдігерлері студенттердің ең көп жиналатын жеріне айналған. Тумысынан қазақ балалары мен
аралас құралас өскен Надя бүгінде Абай атасының өмір жолын бес саусағындай білуге ынтық. Абай Кунанбаев қазақтың ұлы ақыны. Ол 1845 жылы Семипалатинск ауданында, қазіргі Абай ауданында дүниеге келген. Сол әкесі Кунанбай, атасы Өскенбай, арғы атасы Өскенбай. Барлық феодалдар болған. Сол әжесі Зере, анасы Ұлжан. Сол кішкентай кезінен әжесі оған ертегілерді оқып, сол кішкентай кезінен ол сол шығармалармен айналысады. Қазақ тілінде сөйлеу Надяның болашағын айқындағалы тұр. Әзірге бірінші курста болғанымен, мемлекеттік тілдің білуі бүгінгі талап екенін жете түсінетін ақ халатты оқушы осы артықшылық арқылы өзге құрбыларынан алда тұр. Орыс тобында оқығанымен мерзімдік басылымдарды тіліне қарай бөле жармақ емес. Өйткені өмірлік жолдама ауылға қарай бағытталса, қазақ жердің де талабынан шығуға әзір. Ауылға барғасын, адамдар орысша түсінбесе, қазақша айту керек, оған көмек беру керек, соңғы қазақша білу керек. Тілді білуінің арқасында елге танылып үлгерген Надежданың жүлделер қоры жыл сайын толғып келеді. Областной олимпиадада болдым, сол 3-ші орын алдым. Осы 5 мамырда қатыстым, акиматта болды байқау. Сол 3-ші орын алдым. Школда қатыстым, сол школда 1-ші, 2-ші орын алдым. Қазақ тілінде еркін көсілетін әкесінен тәлім алған Надя күні кешеге дейін орысы басындау болған жаңа қоныс ауылының қызы. Бірақ талпынысымен ауланың талабы сары қызды қазақша сайратты. Ал бүгінде Надя дос жарандарының мақтанышы, қазақтарының ұстазы. Тобындағы қара көздер Надяға қызыға да, қызғана да қарайтыны сондықтан. Мен мынау колледжге келгеніме 9 ай болды. Мен көбінесе қазақ тілін білге жоқпын. Маған Надя үйретті. Надя ол жақсы қыз, бірдеме сұрасаң көмектеседі, объяснять етеді маған қазақ тілін. Саған қалай үйретті сонда? Мен қиын сөздерді білге жоқпын, жазалға жоқпын. Надя маған жаз берді, объяснять етті. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде екендігін жете түсінетін Надежда Светова бүгінгі күн талабынан шығып, ақылға бірліктің, нағыз тірліктің қадірін сезініп жүр. Абайдың қара сөздері оның айнымас серігі. Қазіргі орындайтын әнім Абайдың әні «Көзімнің қарасы». «Көзімнің қарасы» 1891 жылы шыққан. Бұл ән Абайдың басты тақырыптарының бірі махаббат тақырыбында жазылған. Бұл шығармада жігітінің ғашығына деген ыстық сезімі суреттеледі, және де сол ғашығының сұлулығы, инабаттылығы осы шығармада бәрі баяндалады.